Бәріңе қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Крейдер. Мен бүгін сіздерге паттернның 5-ші заңдылығы, доджи заңдылығы деп аталады. Қай жерде қалай алу керек екендігін үйретем. Сол үшін осы видеоны бастан аяқ соңына дейін көріңіздер. Ал ағайындар, доджидің негізі 4 түрі бар. Доджи длинноногий доджи, доджи надгробие, доджи стрекоза деп аталады өздері. Әрқайсысы әртүрлі, негізі әртүрлі қызмет атқарады. Мысалыға доджи, мынау классический доджида мынаның өзі көлеңкесі мен басы бірдей. Бұл бізге нені айтады? Бұл бізге уже жақын арада трендтің ауысатынын айтады. Длинноногий доджи деген трендтің тоже ауысатынын айтады. Бірақ бұл жерде егер төмен қарай құлап баратқан график болса, уже трендтің ауысуы. Ал егер жоғары қарай кетіп бара жатқан график болса, егер осындай доджи кездесетін болса, мына длинноногий доджи деген осындай доджи кездесетін болса, жоғары қарай кетіп бара жатқан графикта уже жақын арада уровеньнің уже тесілуі, уровеньді тесіп өтетіндігін айтады. Доджи надгробие дегеніміз тоже, егер төмен қарай кетіп баратқан график болса, кетіп бара жатып болса, доджи надгробие орындалатын болса, значит уровень поддержки жақын арада тесілетіні. Ал егер график жоғары қарай кетіп бара жатып, доджи надгробие орындалатын болса, значит уровеньнің мықтылығы айтып тұр, доджи уже трендін ауыстырады, төмен қарай кетіп қалады деген сөз. Тура сондай, доджи стрекоза тура сондай, төмен қарай кетіп баратқан график болса, стрекоза доджи орындалатын болса, значит трендтің жақын арада ауысуы. Егер жоғары қарай кетіп баратқан график болса, доджи стрекозасы орындалатын болса, значит бізге уровеньнің мықтылығы айтып тұр. Осы міне келесіде міне графикті ашатын болсақ, міне доджидің өзі классический доджи, міне көрдіңіздер. Бұл доджи орындалатын алдын негізі паттерн поглощения орындалады, болмаса уверенный паттерн орындалады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, міне екі паттернды көрдіңіздер. Мына бірінші, қазір светін басқасына ауыстырайын, көрінбей жатыр. Міне көріп тұрсыздар, екі паттернды. Бірінші паттернды, міне екінші паттерн өзінің денесімен полный жұтып алған, басымен қосып денесіне дейін. Одан кейін барып сразу доджи паттерн орындалған. Бұл бізге уже жақын арада трендтің ауысатынын айтып тұр да. Келесі паттерн уже төменге құлап баратыр міне. Сол үшін егер осындай паттернның комбинациясы орындалып, доджи орындалатын болса, значит біз уже мына жерде сделкамызды аша береміз. Осы жерден төмен қарай аша береміз. Но бізде мысалы уровень сопротивления болса, осыны тесе алмайды, уже уровень сопротивления мықтылығын айтып отыр бізге. Егер осы жерде мысалға жаңағындай паттернның түрлері, егер осы жерде жаңағындай стрекозаның паттерны орындалатын болса, міне мына жерде басы мына жерден келіп көлеңкесі астынан болса, значит бұл тоже жоқ, бұл уже мына уровень сопротивления жақын арада тесіліп, паттерн ары қарай өзінің бағытын жалғастырады деген сигнал бізге. Ал егер бұл жерде жаңағындай паттерн, осындай паттерн орындалатын болса, жаңағындай суретте көрсеткендей, бұл уже уровеньнің мықтылығы айтып тұрды. Бұл жерде уже паттерн төмен қарай, тренд төмен қарай кететінін айтып тұр бізге, төмен қарай. Сол үшін осы заңдылықты жақсылап еске сақтап аламыз ағайын. Доджидің ситуациялары кездеседі, міне қараңыздар. Мына паттернды көрдіңіздер ма? Мына паттерн жаңа мен айтып өткен паттерн. Бұл паттерн, мына паттерн көрдіңіздер ма? Доджи стрекоза деп аталады. Жаңағы мына паттерн тура сол сияқты, міне доджи стрекозасы көлеңкесі ұзында, денесіне қарағанда, басына да қарағанда, бұл бізге уже трендтің ары қарай кетіп қалатынын айтып тұр. Өздеріңіз мені графикадан байқап отырсыздар. Графиканы көріп отырсыздар. Уровень уже сопротивление уровені бұл жерде графика тесіп, бұл уже уровень поддержки болып қалды. Поддержканың мықтылығын көріп тұрсыздар. Міне доджи стрекозасын орындаған. И дальше тренд
жоғары қарай бағытталып кеткен. Ағайын, мысалға бір мысалға көрсететін болсам, егерде қазір көрсете салайын. Мысалға бізде былай елестетейік, мына график бізде бар. Мына жерде локальный уровеніміз бар, и мына жерде уровень сопротивления, қарсылық уровені бар, и мына жерде уровень поддержки, қолдау уровені бар. Мына жерде уровень келді, бүйтіп паттерн ойнап келді да, и осы жерге кеп уверенный болмаса паттерн поглощение орындалып, осы жерде мысалға доджи паттерны орындалатын болса, мына жерден бүйтіп, значит уже трендтің ауысатынын бізге білдіріп тұр да, былай қарай. Ал егер бұл жерде жаңағындай мынандай паттерн орындалатын болса, значит мына уровеньнің жақын арада бұзылуы, тесілуі бізге айтылып отыр бұл сигналдың арқасында. Егерде жаңағындай осындай паттерн орындалатын болса, мысалға осындай паттерн орындалатын болса, значит уровеньнің мықтылығы, локальный уровеньнің мықтылығы көрсетіп тұр. И график өзінің бағытын ауыстырады да жоғары қарай. Осыны есте сақтап алыңыздар. Осы доджи графикасын жақсылап есте сақтап жаттап алыңыздар. Бұл әлі графикада кездеседі, көп кездеседі. Сол үшін ағайын, асықпаймыз, қараймыз. Тағы да айтамын, аспаған арбамен қоян алады дейді. Бір паттернның жабылып біткенін күтеміз, сосын барып өзіміздің шешімімізді қабылдаймыз. Құдай қаласа келесі видеода гэп туралы өтеміз. Келесі видеоға дейін қош сау болыңыздар.